Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube канал көрермендері. Сіздерге Орта Азиядағы Қазақстан мемлекетіндегі астанамыз бар. Астана қаласы өте жас қала болып есептелінеді. Енді ол бас қаламыз. Осы Астана қаласында тұрып жатқан ағайындар болса, Астананың сіздердің жақсы жақтарын ұнайтын немесе ұнамайтын жақтары бар болса, осы YouTube каналда бөлісіп комментарий жазсаңыздар болады. Меніңше Астана қаласында жастарға өте үлкен мүмкіндік. Мынау қазір жас қалада үлкен шағын аудандар, жылы комплекстер соғылып жатыр, үлкейіп жатыр. Астанамыз қазір 2 миллионнан асып кеткен адамдардың саны. Енді бұл жерде әрине мамандар өзінің мамандықтарыңызды сай жұмыс жасауға болады. Өздеріңіз оқып, тоқып қандай керемет қала, барлық жағдай жасалған. Тек жұмыс жасау керек, даму керек, алдына қойған мақсатқа жетуге жақсы жер. Өйткені барлық салада жұмыс жасай аласыз. Өзіңізге ыңғайлы, өзіңізге көңіліңізден шығатындай жұмыс табуыңызға болады. Өйткені бұл жерде жұмыстың түр-түрі бар. Просто адамға іздену керек, өзінің арнайы сайттары бар. Соларға кіріп, жұмыс іздеп тапсаңыздар болады. Енді Астанада тұрып жатқан ағайындар болса, жұмыс табу сіздерге қалай болып жатыр? Астанада жұмыстың зарплатасы қалай болып жатыр? Негізі Астананың тыныс тіршілігі қалай? Сол туралы сіздер комментарияға жазыңыздар, лайк басып, бәріміз көрейік. Қазақша контентті дамытайық, достар. Шетелде, басқа мемлекеттерде YouTube каналдар жақсы дамыған. Қазір Қазақстандікі де жақсы дамып келе жатыр. Өз тілімізде жақсылап тұрып, өзіміздің мәдениетімізді, қалаларымызды осылай видеоға түсіріп сала берейік. Енді жақсы мағыналы, тәрбиесі бар, жақсы дүниелерді түсіріп айтайық, сөйлейік. Достар, мені кішігірім видео. Енді қолдап, лайк басып кетіңіздер. Осы елорданың қақ ортасында сондай жұмысқа бара жатырмын. Видео түсіріңіздер, YouTube'қа салыңыздар. Осылай күнделікті өмірде осылай түсіруді арасында қолға алғанмын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жақсы.